Қосылып тұрған сияқты. Сәлем достар, кеш жарық. Бізде қазір сағат 4:00. Астана уақыты бойынша 22 болуы мүмкін. 20 кешкі сағат 8 болуы мүмкін. Қазір сіздерге көрсетіп қояйын. Бізде әлі ерте. Бірақ біз қазір іріктеу немізді бастаймыз. Қош келдіңіздер. Сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Біз сәл күтейік, бір 5-10 минуттай адамдар жиналсын. Сосын бастаймыз. Құдай қаласа. Енді оқырмандарыма көптен көп рахметін айтқым келеді. Енді бұндай іс-шараны өмірімде алғаш рет жасап отырмын. Қолдау көрсетіп отқандарыңызға көптен көп рахмет. Енді Құдай қаласа келешекте осындай көптеген турлар жасайын деген ойда бар. Өздеріңіздің араларыңыздан біреуін таңдап, өзімен бірге саяхатқа алып шығамын деген ойымда бар. Жастар болсын, жаңадан блог ашып жатқан адамдар болсын, барлығын біреуін таңдап, өзімен бірге жылына бір рет саяхатқа алып отырамын. Бақылап отырыңыздар, келешекте жазып отырамын. Ал енді барлық шарттарды орындаған боларсыздар, тексеріп көріңіздер. Әділет айтқандай небары 3 шарт. Менің аккаунтыма тіркелу, сосын видеоның астына, әділет екеуміздің түскен видеомыздың астына қатысам деп жазу, орысша болсын, қазақша болсын, кейін бір досыңызбен бөлісу керексіздер. Енді бөліскені қалай айтамын? Бөліскенде былай. Осындай скриншотты сақтап қойсаңыз, егер сіздің атыңыз шығып жатса, онда біз сізден осындай скриншотты күтеміз. Қазір күте тұрыңыздар. Скриншоттарыңызды дайындап қойсаңыздар, өте жақсы. Аттарыңыз шығып жатса, онда осы скриншотты жіберуге тура келеді. Менің WhatsApp-ым Instagram-ның ішінде жазылып тұр. Ал сұрақтарыңыз бар болса, жазып отырыңыздар. Қолымнан келгенше жауап беріп отырамын. Әдетте дайын боласыздар деп ойлаймын. Рахмет. Енді скриншотты біз қазір бірінші атты есімдеріңіз шықса, онда сіздер достарыңызбен бөлістік деген жеріңізді скриншотқа түсірсеңіздер болды. Қазір жаңа мен көрсеттім сіздерге. Достарыңызбен бөліскен ақпарат туралы. Бір досыңызбен жеткілікті. Қазір мен тағы да көрсетейін сіздерге. Осындай. Қазір сіздерге көрсетейін. Міне. Тіркелген, жіберген уақыты тұрса болды. Досыңызға мынамен жіберсеңіз болды. Жақсы, көптен көп рахмет. Ал енді Лиза деген бағдарлама арқылы біз қазір кездейсоқ 3 адамды таңдаймыз. Ең бірінші, 3-ші орынды таңдаймыз. Сол кісінің аккаунтына кіріп, бағана өткенде айтқандай, аккаунттың рас екенін көреміз. Барлығы дұрыс болса, ол кісіге 3-ші орынды тағайындаймыз. Так, бір 5-10 минут күтейік. Сұрақтарыңыз болса, жазып отырыңыздар. Рахмет, скриншот жасап қойсаңыздар өте жақсы. Сақтап қойыңыздар. Есімдеріңіз шығып жатса, менің WhatsApp-ыма жіберсеңіздер болады. Ол WhatsApp-ым менің Instagram-да парақшасында бетінде көрініп тұр. Енді баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Нағыз саяхатты жақсы көретін, табиғатты жақсы көретін адамға бұйырады деп ойлаймын. Құдай қаласа, сол адаммен бірге жақсы жерге қыдырамыз деген жоспарда бар. Так, ана видеоны Лизерге тіркедім қазір. Масштабын келтірейін сізге.
4-тен 10 минут кеткенде бастаймыз. Естеріңізде болса, 3-ші орынға 50 мың теңге береміз. 2-ші орынға осы жаққа келген кезде өзім қыдыртам, барлығын жататын жерін бәрін көрсетем. Ал 1-ші орынға барлық путевка дейді ғой, 1-ші орында барлық самолет жататын жерін барлығын дайындап жасап беремін. Сол 1-ші орынға. Так, фейк аккаунттар қатыса алмайды. Егер фейк аккаунттар шығып жатса, енді өкінішке орай, адам қазір көреміз аккаунттар шығып жатса, егер ол адамға хабарласып, ол адамның түрін аккаунттың ішіндегі суретпен сәйкес келтіре алмасақ, онда өкінішке орай келесі адамға өтеді. Так, қазір 3 минуттен бастайық. Аккаунттарыңыз ашық болу керек. Дұрыс айтасыздар, мен өткенде жазғамыз статуста, стористе. Аккаунттарыңыз ашық болу керек. Бір сағатқа ашық қойсаңыздар, сол кезде біз ашып көреміз. Егер барлығы дұрыс болса, онда сіздер өз орындарыңызды аласыздар. Так. Қазір күтейік. 2 минуттен бастаймыз. 3-ші орыннан. Досыңызбен бөліссеңіз, значит, досыңыздың несінде сақталуы мүмкін. Содан досыңыздан сұрап көріңіз. Менен келген қандайды бір осы жаңа видеоның бөліскен сообщениесі бар болса, скриншотын жіберіңіз деп досыңыздан сұрап алсаңыз да болады. Сіздің жібергеніңіз көрініп тұрса болды. Бөлісу деген 3-ші шарт болған, енді өздеріңіз көрген шығарсыздар. Так. Бізде 5.000-нан астам адам тіркелген. Жобамен 5.000 адам оның ішінен таңдап аламыз 3 адамды. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Кеттік, бастадық. Ал енді 3-ші орынды таңдап көрейік. Біраз уақыт алатын сияқты ғой. Я
тілек тілеп отырыңыздар. Рамазан айында қайсы біреулеріңізге осындай бір сәтті тур, саяхат ұтып алуларыңыз мүмкін. Іштеріңізден тілек тілеп отырыңыздар. Өте көп қатысушылар, сол себептен көп уақыт алып жатыр. Қазір сабыр сақтасаңыздар, қазір көріну мүмкін. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Саяхатқа дайын болыңыздар. Тау тасқа, водопадтарға жобамен 5000 адам қатысып отыр. Өте көп емес, азғантай. Енді ұтпай қалсаңыздар, өкінбеңіздер, Құдай қаласа, әлде әр жыл сайын бір осындай өзімнің оқырмандарымның арасынан біреуін таңдап саяхатқа алып отырамын. Келесі тур ол енді басқаша болады, келесі ойын, бірақ осы жолы біз осындай кездейсоқ үш адамды таңдап отырмыз. Өйткені сіздерді мен танымаймын, келешекте танып жатсам, кездейсоқ өзімнің оқырмандарым ішінен өзім таңдап, бір оқырманымды өзіммен бірге саяхатқа алып отырамын. Оны әлде ол туралы көптеген блогтар түсіріп жазып отырам, көресіздер, бақылап отырыңыздар. Келсеміз, Құдай қаласа, жазды десеңіз жазда баруға болады, күз десеңіз күзде баруға болады. Қай уақытта болса келісіп алдын ала. Виза жасауымыз керек, визамен көмектесем. Одан кейін Құдай қаласа жазда немесе күзде северный сияние көруге болады. Күз болса, жаз болса, басқа да әдемі жерлер бар, соны көруге болады. Өте көп жақсы жерлер бар. Келсеміз, жеңген ұтқан адаммен. Үш адам жеке-жеке болады. Бірінші адам қазір 50 мыңға қалай айтса екен, утешительный приз болады ғой, үшінші орынға беріледі. Екінші орынға ол адам келсе, мен өз саяхаттың барлығын өзін жоспарлап, турлар жасап беремін. Ал бірінші орынға толығымен, бір сөзбен айтқанда, есіктен есікке дейін. Рахмет. Құдай қаласа, келешекте көп осындай жасаймын деген жоспарымда бар. Бақылап отырсаңыздар, әлде талай жерге қыдыруға, саяхаттауға бірге болады. Рахмет. Өзіңізге рахмет. Сол себептен менің парақшамда өте активный болып, жазып, бөлісіп отырыңыздар. Келесі жолы кез келген өзімнің оқырманымды блог бастайым деп жүрген, саяхаттайым деп жүрген баланы өзімен бірге алып кетемін. Әзірше бүгін бірінші рет жасап отқандықтан енді осылай кездейсоқ үш адамды таңдап отырмыз. Бірақ көптен көп рахмет. Бірінші орын, екінші орын бірге келсе тіпті керемет болушы еді. Жақсы жерлерге барамыз, дронмен видео түсіреміз. Еске қалатындай бір керемет саяхат болады деген ойдамын. Күтейік қазір. Мына енді маңсай қалды жер қалды. Күте тұрыңыздар үшінші орынға. Он 13 мың комментарий. Керемет қой 13 мың комментарий. Енді біз қазір комментарий арқылы алып атқан жоқпыз. Біз қазір адам басы арқылы алып атырмыз.
бір адам 10 комментарий жазсын, немесе бір комментарий жазсын, барлығы біреу болып есептеледі. Сол себептен уайымдамаңыздар. Негізі 5000 адамның арасынан таңдап отырмыз. Күте тұрыңыздар. Кейінді не шамалы. Қазір мен компьютерге қарап тұрайын. Сұрақтарыңыз болса айта беріңіздер. Үлкен экран. Сіздерге жақсы көрінсін деп, осындай үлкен экранды іздеп таптым. Әділет екеуміз ойланып, осындай үлкен экранмен сіздерге көрсетейік деп шештік. Енді қазір шамалы уақыт қалды, көрдіңіздер, 20 секунд. Үшінші орынды қазір белгілі болады. Так, үшінші орын. Қазір. Алпамыс KZT. Үшінші орын. Белгілі болды. Қазір кіріп көрейік. Бұл кісінің аккаунтына. Так, қазір тұра тұрыңыз. Міне. Көрейік. Алпамыс ешқандай пост жоқ екен. Қараңыздар, бір ғана 0 пост. Суретінде ешқандай не жоқ. Енді өкінішке орай бұл адамды қалай рас екенін білмейміз. Ол адамға біз айттық, суретіңізді қойыңыз. Хотя бір сурет болса, онда бір ол адамды рас екенін біліп, ол кісіге хабарласып едік. Өкінішке орай бұл адамды біз растай алмаймыз. Алпамыс бар болсаңыз жазыңыз сіз. Бірақ өкінішке орай мына Алпамыста ешқандай пост жоқ. Бір суретін қарап біз жаңа бақылайық деп отырмыз, жаңа хабарласайық деп отырмыз. Ол кісіні растайтын, бірақ ешқандай сурет жоқ. Сол себептен үшінші орынды қайтадан бастаймыз. Қайталаймыз үшінші орынды. Кеттік. Так. Үшінші орын. Бірақ қазір көрейік, бұл кісіні кіріп көруге бола ма екен? Ешқандай суреті жоқ. Так, мына жерге кіріп көрейік. Бұл адам видеосында дым көрінбейді. Небары 6 қана пост бар екен, ешқандай суреті жоқ. Так, болмады. Енді біз келесі адамға келеміз. Үшінші орын. Үшінші орынға таппай жатырмыз. Так, үшінші орын. Мына кісі. К-Амини. Так, үшінші орынға бұл кісіге қазір кіріп көрейік. Так, астанада тұрады, кәрісше сөйлейтін сияқты. Так, бұл кісінің тағы да. Енді көрініп тұр. Осы кісіге үшінші орынды тағайындауға болады деп ойлаймын. Қазір бір осы кісіге хабарласып көрейік. Қазір бұл кісінің несін көрейік. Аккаунтын кіріп көрейік, подпискасы бар ма екен қазір. Ашық емес екен аккаунты. Біз маған тіркелгенге көруге бола ма екен? Жоқ, кіре алмадым. Посттары ешқайсы көрініп тұрған жоқ. Бұл кісі аккаунтын ашпаған. Енді қайтадан өтініп қояйын, аккаунттарыңызды ашып қойыңыздар. Бір 30 минутқа болсын, 1 сағатқа болсын ашып қойсаңыздар, онда біз сіздің аккаунтыңызға кіріп, тіркелген бе екен ақпаратты көруші едік. Өкінішке орай болмай тұр. Енді мен мына тіркелушілердің қатарынан кіріп,
Ербол тіркелгенін көргім келіп еді, аккаунты өкінішке орай жабық екен. Онда келесі адамға өтеміз. Ал кеттік. Мисс Мармел. Кеттік. Так. Мына кісіге кірейік. 3-ші орын. Так, қазір кіріп көрейік. Маған тіркелген, көріп отырсыздар. Бұл кісі өз жөнімен 3-ші орынға иеленіп отыр. Қазір хабарласып көрейік. Осы кісі болса, онда бұл кісіге 3-ші орын беріледі. Қазір мен мисс Мармелге хабарласайық, осы жерге қосайын. Бір минут, мисс Мармел. Так, мисс Мармелге хабарласып жатырмын. Қазір телефон көтереді деп ойлаймын. Так, мисс Мармел, бар болсаңыз, сізге хабарласып жатырмын. Негізі түріңіз анық көрініп тұрған жоқ. Қазір көрейік мына жерден. Қайсы екеніңіз белгісіз. Осы кісі болуы мүмкін. Мисс Мармел, бар болсаңыз, көріп отырсаңыз қосылыңыз. Сіз 3-ші орынға иеленіп отырсыз. Егер шықсаңыз, қазір сізге хабарласып. Мисс Мармел, бар болсаңыз, хабарласыңыз. Бұл кісі хабарласып, көрмей қалған сияқты. Жақсы, онда бұл кісіге 3-ші орынды береміз. Егер бұл кісі өзін растай алмаса, онда мен жаңа қосып жатырмын осы неге, прямой эфирге, мисс Мармелға. Ол кісі хабарласпай жатыр. Осы жерге звондап жатырмын, болмай жатыр. Мисс Мармел хабарласа алмадық, өкінішке орай. Әрі қарай. Кеттік. Так, енді 2-ші орынға. Так. Бұл кісіде аккаунтта ешқандай сурет жоқ сияқты. Көрейік қазір. 0 пост. Так. 2-ші орынды таппадық әлі.
Айтқұлов К, екінші орын. О, керемет. Бұл кісі экран көрінбей қалды ма? Қазір. Өшіріп қосайын қазір. Экран көрінбей қалды ма? Қазір. Өшіріп қосайын қазір. Қайтып қосылдым. Экран көрінбей қалған сияқты, жаңа қап-қара болды деп жазып жатыр. Барлықтарыңызға көрініп тұрған шығар. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Көрінді ма? Жақсы, қай жерде көрінбей қалды? Көрінді ма? Жақсы, жақсы. Айтқұлов К шыққаны көрінді ма сіздерге? Хорошо, қайтадан ойнатайық онда, өкінішке орай. Айтқұлов К-ға мен өзім жеке хабарласамын. Ол кісімен өзім сияпатымды өзім жасаймын. Бірақ осы екінші орында қайтадан ойнатамыз. Өйткені бұл жерде көрінбей қалды. Айтқұлов Қ деген жігітке, Айтқұлов Қадыржанға өзім хабарласып, өзім сияпатымды көрсететін боламын. Қазір қайтадан екінші орында ойнатамыз. Екінші орында қайтадан ойнатамыз. Малика 82. Ешқандай не жоқ. Малика Әуезова, ешқандай не жоқ. Көріп отқаныңыздай ешқандай не жоқ. Статус қана тұр, бір видео тұр. Бірақ өзінің суреті жоқ. Статусыңыз ашық емес екен. Болды, кеттік онда. Екінші орын. Султан Вена 85. О, бұл кісі пост бар екен. Аха, Венера. Так, бұл кісі пост бар екен. Бірақ ешқандай суреттері жоқ. Жазылған бекен көрейік. Жазылған. Бірақ ешқандай растайтын несі жоқ. Өкінішке орай. Так, келесі. Меруерт. Көрейік. О, бұл кісіде бәр нәрсе бар екен. Посттағы бар екен, суреті көрініп тұр. Бірақ посттары көрінбей тұр.
Мына суретте қалай анықтауға өте қиын. Жақсы көрініп тұрған жоқ түрі. Я, жабық болып тұр, өкінішке орай. Ашық болса біз өкінішке орай жабық болып тұр. Ашық болса біз ол кісіге хабарласып көруші едік. Келесі адам. Гүлмарай. Бұл кісіге кіріп көрейік. О, бұл кісі анық. Өте анық. Я. Бұл кісінің суреті ап-анық. Жақсы. Тіркелгенін ба көрейік. Да, тіркелген, көріп тұрсыздар. Енді бұл кісіні біз қазір қосып көрейік чатқа. Қазір көрейік. Гүлмарай апай бар болсаңыз, қосылыңыз, сізге хабарласып жатырмын. Қара болып кетті ма? Ешті қара болып кетті. Қайта біреу блокер етіп отыр ма? Гүлмарай апайдың таңдалған көрінді ғой да? Анық. Аха, көрінді да. Мен жаңа Гүлмарай апайға хабарласып жатыр едім. Ол кісінің хабарласқаны болмай жатыр. Так, ол кісіге қазір хабарласып көрейін. Қазір телефон арқылы хабарласайын. Мен мына жақта бұл кісіге мен бағана мына телефонға қосайын деп едім, өшіп қалып жатыр. Сол себептен қара экран болып жатқан сияқты. Қазір мен осы жерден звондап көрейін. Так. Гүлмарай. Мына кісіні тауып алдық, міне. Қазір звондап көреміз. Қазір. Гүлмарай апарға. Қазір хабарласып жатырмыз. Так, бұл кісінің телефонын біз таптық жаңа Инстаграмнан. Енді қазір хабарласайық. Көтермей жатыр. Жақсы, біз бұл кісіге 24 сағат береміз. Екінші орын
анық суреті бар екен, егер ол кісі рас екен болса, екінші орынға иеленеді. Әзірше қазір мына кісіні екінші орынға қалдырамыз. Қазір бірінші орынға көшеміз. Енді бірінші орын. Жанна Турбай. Компьютерім. Бірінші орынға суреті анық. Қазір көрейік, тіркелген екен. Тіркелген. Суреті бар екен. Қазір мен ол кісіге хабарласып көрейік. Егер бұл кісі рас болса, онда бірінші орынға ие болады. Қазір сәлем достар, тағы да кеш жарық. Жанна Турбайға хабарластық. Телефоны көтермей жатыр. Бұл кісіге 24 сағат береміз. Егер өзінің бар екенін растайтын болса, бір досымен бөліскен болса, онда бұл кісі бірінші орынға ие болады. Ал жаңа екінші орын, жаңа үшінші орынның барлығын көрсетіп кеттік. Ол кісілерге өзім хабарласам. Екінші орынға бізге апай екінші орынға ие болып отыр. Тағы да хабарластық, ол кісі бізге жауап бермеді. 24 сағат береміз. Ол кісі хабарға шықса, өзін растаса, бір досымен бөліссе, онда ол кісі екінші орынға ие болады. Сосын бізде бір мисс Мармел болды. Ол кісі үшінші орынды алып тұр. Ол кісіге де хабарласамыз, егер ол кісілердің барлығы, шарттардың барлығын орындамаса, онда біз осы ойында қайталайтын боламыз. Гүлмарай апай, сіз боласыз ба? Сізге видеомен сөйлесуге бола ма? Мен Ербол Рунар, Норвегиядан хабарласып тұрмын. Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Сізбен видеомен сөйлесуге бола ма? Ыңғайлы ма сізге? Неге сөйлесесіз? Мен сіз екеніңізді, сіздің аккаунтыңызға өзіңізді екеніңізді көргім келеді. Егер сіз болсаңыз, онда сіз тіркелдіңіз, қатысам дедіңіз Норвегияға саяхатқа. Не надо мне саяхат Норвегияға. Қандай саяхат? Сіз тіркелдіңіз маған Инстаграмға саяхатқа қатысам деп. Норвегияға. Екінші орында отырып тұрсыз. Не болады? Жақсы, онда сіз қатыспасаңыз, онда келесі адамға беріледі онда сіздің орныңыз. Хорошо. Жақсы, рахмет. Аты үшін драма. Ол кісі қатыспаймын деп айтты. Қандай тур, неғылған тур деді. Ол кісі өзі ұмытып қалған сияқты. Мүмкін балалары тіркелген болар. Ол кісі мен бара алмаймын, жасым үлкен адаммын деді. Сол себептен екінші орында қайтадан ойнататын болып шештім. Қазір көріп отқаныңыздай, міне қайтадан бастадым. Екінші орында қайтадан ойнатып тастайық. Осы жерде кетпей тұрып, өйткені ол кісі бізге хабарласты, бармайтынын айтты. Біз оны видеомен тіркеп алдық. Енді екінші орында қайтадан ойнастырайық деп жатырмыз. Күте тұрыңыздар. Екінші орын. Бірінші орындағы адам хабарласқан жоқ. Ол кісіге 24 сағатты береміз. Бірақ екінші орындағы адам бармаймын деп өзі телефонмен айтты. Енді қазір екінші орында қайтадан ойнатып жатырмыз. Қазір күте тұрыңыздар.
Қазір дұға етіп отырыңыздар, тілеп отырыңыздар. Екінші орын бұйырып қалуы мүмкін. Екінші орынға саяхат келсеңіздер Норвегияға, мен саяхатқа бәрін жасап беремін, тур жасап беремін. Бірінші орынмен бірге келсеңіздер де болады. Бірақ ол екінші орынға самолеттің билеті қосылмаған. Бірақ Норвегиядағы саяхат толығымен қосылған. Қазір санаулы 1 минут қалды. Екінші орынды бізге жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма айтып кеткім келеді. Екінші орындағы апай хабарласты, өзі хабарласты. Ол кісі қандай саяхат өзі білмейді екен, ешқандай саяхатқа бармаймын деді. Сол себептен қайтадан екінші орынды алып жатырмыз. Қазір күте тұрыңыздар. Санаулы минуттар қалды. 50 секунд қалды. Екінші орынның адамның есімі белгілі болады. Қазір бірінші орынның адамды видеоға түсіріп алдық. Біз оны көрсетеміз. Статусқа қоядын боламын, риске қоядын боламын. Әзірше екінші орында қайтадан ойнатып жатырмыз. Күте тұрыңыздар. 30 секунд қалды, не бәрі. Өкінішке орай екінші орынға ие болған апай бармаймын деп өзі айтты. Сол себептен екінші орында қайтадан ойнатып жатырмыз. Бірінші орындағы шарттар толық орындады ма белгісіз. Ол кісімен хабарласамыз, телефон алмады. Егер бірінші орындағы адам толық орындамаса шарттарды, оны бірінші орында қайтадан ойнатамыз. Ал кеттік. Ернат Ерғалиұлы дейді. Екінші орын. Қазір көрейік, бұл кісіге кіріп. Я, суреті анық. Менің ойымша түрі көрініп тұр. Енді қазір маған тіркелген ба дейін көрейік. Бұл жақсы суретші жігіт қой деймін. Өнерлі жігіт сияқты. Я, маған тіркелген, көріп отқаныңыздай. Енді бұл кісіге хабарласып көрейік. Бұл кісі жазған сияқты. Ербол, Рунарға хабарласыңыз. Деп сообщение жіберейік. Өкінішке орай мен бұл кісіні телефонға қоса алмаймын. Қазір осы онлайнға, өйткені онлайнға қосқан сайын экраным қап-қара болып жатыр. Екінші орынға қазір мына кісіні ойнатып жатырмыз. Өйткені екінші орындағы апай бармаймын деп отказ жасады. Енді осы кісіні екінші орынға мына кісімен хабарласуымыз керек. Қазір онлайн қосайын десем, осы адамда онлайн қосайын десем, экран қап-қара болып жатыр. Сол себептен бұл кісіге мен хабарласып жатырмын. Ол кісі маған шықсын. Сосын өзі шарттардың бәрін орындаған болса, онда бұл кісі екінші орынға ие болады. Сонымен Ернат Ерғалиұлы хабарласыңыз. Сізге телефон, сізге ол кісі өзі жазу керек, Ернат бармайым деген. Сосын кейін көреміз. Шарттарды барлығын орнатқанын көреміз.
Иә, рахмет. Осымен Ернат бауырымыз хабарласады деген үміттеміз. Егер бұл кісі бармайтын болып жатса, егер шарттар орындамай жатса, онда екінші орында қайтадан ойнатамыз. Тағы да айтамын, бірінші орында қайтадан ойнатуымыз мүмкін. Ол кісіге хабарласуымыз керек. Барлығы рас болса, онда бірінші орынға сол кісі ие болады. Әзірше осы. Көптен көп рахмет. Ернат бауырымыз хабарлассын, жекеге шығып, видео отчетін салып жібереміз. Екінші орын. Жаңа машинада, автомойкада болдым дейді. Қазір хабарласып көрейік. Бір минут. Қазір. Алло, Ереке. Ассалаумағалейкум. Ербол Рунар сізге хабарласып отыр Норвегиядан. Өзіңіз екен рас екенін көріп тұрмыз, біріншіден. Екіншіден маған тіркелгенсіз, енді үшіншіден досыңызбен бөліссеңіз болды. Видеоны. Досыммен бөліссем болды, иә? Иә. Біреуге жібергенсіз ба, репост жасағансыз ба біреуге? Репост жасадым ау деймін, жасаған болады. Мәділет ағайыма салды ғой. Иә. Әділет ағай салды. Иә, көріңіз. Сол орындалса, онда сіз екінші орынға ие болдыңыз. Құттықтаймын. Көріңіз. Скриншотын маған салып жіберіңіз. Қазір мен көріңіз ондаймын. Жақсы. Рахмет. Дұрыс барлығы. 3 шартты да орындадыңыз. Сіз екінші орынға ие болдыңыз. Құдай қаласа, Норвегияда сізді күтеміз. Енді келесі қай сезонда қалай қыдырамыз, сізбен сөйлесеміз. Өзім жеке хабарласатын боламын. Келуге дайынсыз ғой? Мен екінші орын алғаным үшін, мен билеттің ғана ақшасын шығарамын ба? Иә, билеттің ақшасын шығарасыз. Өзім осы жерден күтіп аламын. Жататын жерлеріңіз, баратын жердің барлығын көрсетемін. Мен өзім жалғыз, бір алған, Иә, барласыз. Мен сізге визамен көмектесемін. Ал егер орныма басқадан жіберсем бола ма? Енді шарт бойынша өзіңіз баруыңыз керексіз. Егер болмаса, онда екінші орынды қайтадан ойнатуға тура келеді. Келе алмайтын болсаңыз. Бізге саяхатқа баратын адам керек. Саяхат жақсы көретін адам керек. Енді сіз барады деп ойлағанбыз енді. Саяхатты жақсы көрмейді. Енді келсеңіз болды онда. Қыдыртамыз. Бірінші орынмен бірге келсеңіз болады. Бірінші орын қандай кісі жеңіп алды білуге бола ма? Оны енді неге қойып көрсетем, жеке. Статусқа қойып көрсетем. Ол кісіге әлі хабарласқан жоқпыз. Шарттарды орындаса, ол кісі бірінші орынға ие болады. Әлі шарттарын тексере алмадық, хабарласа алмадық. Жақсы. Болды, хабардамыз осыны. Иә, хабарласып көріңіз. Бір күн берейік сізге 24 сағат шарт бойынша. 24 сағатта хабарласып айтыңыз. Бара алмайтын болсаңыз, онда екінші орынды басқа біреуге ойнатамыз қайтадан. Болды. Жақсы онда. Жақсы, Ереке. Давайте. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе, Жанна? Саламатсыз. Иә, қайырлы кеш. Иә, сізді бірінші орында ұттыңыз. Жаңа сіздің жіберген скриншотыңызды көрдім. Енді суреттегіде өзіңіз сияқтысыз. Сол себептен сіздің барлық шарттарыңызды орындап тұрсыз. Сол себептен сізді құттықтаймын. Норвегияға бірінші орын. Саяхат. Құдай қаласа өзіңізге хабарласам, қай уақытта, қай сезонға келем дегеніңізді айтасыз. Сосын сізбен бірге виза жасап, келесі осы жақын арада барлығын шешетін боламыз. Сол себептен құттықтайын деп сізге хабарласып жатырмын. Сол? Иә, құтты болсын. Енді хабардамыз. Жақсы. Жарайды, сау болыңыз. Жақсы, осымен хабарластық. Енді бірінші орын иегері белгілі болды. Екінші орынның иегерін күтіп отырмыз, хабарын береді. Ал үшінші орынның иегерін тоже құттықтап тастадық. Қазір видео несін сіздерге көрсететін боламыз. Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, қалайсыз? Мисс Мармел боласыз ба? Иә.
қалайсыз? Жақсы, сізде очкимен тұрғанды дұрыс байқамаппын. Сізде суреттеріңіз болды ғой да, неде? Инстаграмда. Иә. Бір суретте тұрсыз, қазір мен сізге көрсетейін. Так. Так, мына кісі осы ғой да? Иә, осы. Осы кісі осы ғой, жарайды қазір. 1 минут. Анық болмай тұр да, сосын бір нетіп көрейін. Иә. Тағы бір нете слайын. Отырмын сол жұмыста отырғанмын ғой, күтпеген жерден. Қазір отырмыз. Пожалуйста. Қазір. Иә, осы аккаунт. Бізде анық суреттеріңіз көп жоқ екен. Мына кісі ғой да? Мына кісі боласыз ғой. Картошка 350 теңгеден килограмм алып кел. Қай жерден қолдала ма? Қай жердің картошкасы? Место ғой. Жақсы, мисс Мармел. Сіз екеніңіз рас болды, онда сіз 3-ші орынға ие болдыңыз. Онда Каспий нөміріңізді жазып жіберіңіз. Сізге қазір лақтырып жіберем. Болды. Менің WhatsApp-ым Instagram'да. Қазір ағай. Мен сізге жазып жіберемін WhatsApp-қа. Жақсы.